Түрмеден келген қыз 6 бөлім. Сол күні жігітімді күте-күте ыңыр үйірілгенде үйге қайттым. Бір рет қоңырау соққан болдым, алайда кейін деген жігітім тұшымда жауап бермеді. Кейін десе қолы босағанда хабарласар деп алаңдап отырып екінші рет қоңырау соқсам. Анамның әлегімен жүрмін, кейін сөйлесеміз деп өшіре салды. Енді мұның нағашысы ма бар емес пе, содан сұрасам. Иә, анасының әлегімен жүрсе мазаламасай, оған да оңай емес қой дейді. Құдай-ай, мен сорлы қандай адамдарға тап болдым осы. Бұл екеуінің сөзін тыңдасам бірінің аузына бірі түкіріп қойғандай тіпті. Анаусы анау десе, мынаусы мынау дейді. Бірақ жігітім анам үйге шыққан соң таныстырамын деп уәде беріп кеткен. Бұл енді мендегі $900 алғанша айтылған әңгіме. Жан, мамаң аман, сау шыққан болса мекен жайыңды жазшы, барайын деп жаздым. Мамамның денсаулығы жақсы емес, кейін деген жауап келді. Міне осыдан кейін мен кәдімгідей ойлана бастадым. Маған бүгін ес кірді, тап осы сәттен бастап ес кірді. Орысша айтқанда олардың екеуі де подозрительно бірдеңе боп кетті. Білесіздер ме, сол күні мен оны 10 рет бұғатқа салып қайта шығардым. Бір қызығы, өзімнің алданып жүргенімді біле тұра бұғаттан қайта шығарамын. Онан көп өтпей қайта тығамын, әйтеуір өзімнен өзім қобалжи бердім. Қысқасы азаннан кешке дейін WhatsApp-ына 100 қарадым десем өтірік емес, қайтейін, үмітім үзілмей қойды. Ал енді ертесі де хабар болмады, оның ертесі де тым-тырыс болды. Осылайша анамды үйге шығарсам, сені апарып таныстырамын деген жігітіміз түссіз кетті. Сөйтіп бас аяғы $5000 көкке ұшты. Сонда ғана мен бейбақ оңбай алданғанымды білдім. Алайда мұндай сорлылығымды кімге айтайын? Әкеме айтып миын аштып не керек? Анама айтып қан қысымын көтеріп ол да дұрыс емес. Жоқ, бұл менің ішімде қалады, болды. Мен мұны ешкімге айтпаймын, тек сол жігітке бақыт тілеймін дедім. Сөйтіп жүргенде арадан біраз күндер өтті. Жұдырықтай жүрегімдегі жан-жарам жазыла бастады, өйткені анау жігіттен күдерім үзілгендей болды. Содан әупірімдеп жүріп, әрең дегенде басымды көтеріп, барлық жамандық сонымен кетсінші деп қолымды бір сілтеп жұмысыма кірістім. Бір күні анау жігітімен сөйлесіп отырсам, құрбым жазып, хал сұрап тұр. Өткенде жігітім жоғалғанда бұл қыздан да сұрап жазғанмын, анасының қамымен жүгіріп жүр ғой, мазалай берме деп селқос жауап берген. Сонан соң бұғаттап қойған едім. Сол үшін бұл қайдан жазып тұр деп таң қалдым. Әй, мен мұны бұғаттап қойғанда едім ғой деймін. Әлде шығарып қойып па едім, есімде жоқ. Аллаға шүкір жақсымын, айта бер десем. Жігітіне көңіл айтпапсың, ренжіп жатыр дейді. Анасы қайтып па еді, иманды болсын деп таң қалдым. Сол ғой, апамыз қайтып бауырым жетімсіреп қалды деп анасының көп ауырғанын айтты. Онан жақсылықтарын жіпке тізіп шықты. Ал енді мұндай сөзден кейін сенбей көріңіз, бұл қыз маған бір қоңырау соғып сөне бастаған үмітімді қайта үрлеп тұтандырып жіберді. Мұншама аңғалдығыма осы күні таң қаламын. Сонда кәдімгідей қорқып қалып өзімді өзім кінәлап бастағаным бар. Мен жынды неге бұғаттап қойдым екен деймін. Көңілім жұмсап, аяп кеттім ғой. Өзі анасынан айырылып, қабырғасы қайысып жатқанда, менің істегенім жығылған үстіне жұдырық болған шығар. Сонан бері өкпелеп жазбай қойған шығар, әйтпесе іздеп келемін десе салонымды біледі ғой. Кешір жаным, кешіріңдер. Құрбы, Жанчикке сәлем айта баршы, ренжімесінші деп жуып шайдым. Мұндайда сәлем айтпайды, қоңыраумен болса да көңіл айтады құрбы дейді. Осыдан кейін мен бейбақ тілден қалдым. Рас, көңіл айту деген біздің қазақта бұрыннан бар ғой. Бір ауыз қазақ қайырлы болсын деп айту парызым еді, ол да қолымнан келмегені ме. Мен осы соңғы кезде қатты адасып жүрген сияқтымын. Баяғы қан төгістен кейін бірде бір құрбыммен араласпай қалдым. Қыздар түгі жігіттер жағы да менен безіп кетті. Онан келіп қанішер көкжал деген атақ алдым. Соңғы кездері бизнестегі тасым өрге домалап бастағанда сол құрбылардың бір екеуі хал сұрап бастады. Бірақ бәрібір бұрынғыдай болмайды екен, байлары қарсы дейді. Әрине, олар еркектер, еркектерге еркекті өлтірген қыз қашанда жаман. Біздің қазақтың бір әдеті, өзінен бірдеңе болған шығар дейді. Көзін қысып қышынған шығар дейді.
Тым болмаса баяғы заманның құнажын көзін сүзбесе, бұқа жібін үзбейді деген мақалы ма, мәтелі ма соны тықпалайды. Сайып келгенде әйтеуір қызды кінәлай береді. Алайда анашаға тойып алып масыққан жігіттер ешқандай қызды қарындасым деп қарамайды. Бұл да етенеден белгілі. Оларға қыз болса болды, бас салып зорлап өте шығады. Мұндайда іштей тынып тұншығып жүресің. Сол тұншыққаным тыншығанда құрбым әлгіндей сөз айтты. Демек, өзім қоңырау соғып көңіл айтуым керек деп ойладым. Сонымен күйбең тірлік бірі келіп бірі кеткен клиенттер баршылық. Әсіресе сабақ басталарда салонның жұмысы қайнауы керек. Бұл шілденің ортасы болатын. Сәлем жаным, анаңның арты қайырлы болсын, естімеген едім деп қоңырау соқтым сол күні кешке. Сәлем, барсың ба өзің деп сайрап берді. Кешір жаным, естімеген соң деп кешірім сұраған болдым. Я, жан сонша жүгірдім, сонша жерге көрсеттім, 59 жасында кете барды ғой анашым дейді. Әрі қарай күнделікті тыныс тіршіліктің әңгімесі басталды. Ананы мынаны сұраған болып, есеңгіреп басымды көтере алмай қалғаным дейді. Өзіңді бас жаным, өлгеннің артынан өлмек жоқ деген тірі адам тіршілігін қылады деп күбірледім. Иә жаным, айтқаның дұрыс қой, тап қазір қайдасың деп сұрады. Тап қазір салонның алдында көлікте отырмын десем. Мұнандай жерге келші сағындым дейді. Мұндайда жазған құлда шара бар ма, жарты сағатта жетіп бардым. Тіпті салондағы соңғы клиентті шаштараз қызға беріп құлыптап кетуін өтіндім. Қатты сағындым жаным деп құшағына тартты. Мен де деп тығыла түсіп едім, ерніме сүлікше жабысып сумаңдаған қолы төменге жетті. Ақымақ басым, өзім кешірім сұрап тұрмын ғой сонда. Жан, көлікте ұят деймін құлағына сыбырлап. Пәтерге тиім болмай тұр дейді ентігіп. Үйің бар емес пе деп сұрап үлгердім. Өйткені осы төсекті сылтау ғып үйіне барып көрсем деген ойым болды. 1 жылға жуықтады үйін көрген емеспін оның үстіне, бұл маған күмәнді. Ұқсай бастаған. Алайда бұл онан да сытылып кетті. Анамның сүйегі кетпей жатып үйді кездескеніміз дұрыс емес, Құдайдан қорқайық дейді. Сонан соң екеуміздің осы жүрісіміз дұрыс емес екенін, некесіз қатынас күнә болатынын алға тартты. Ендеше мешітте болса да некемізді қидырып қояйық деппін мен бейбақ. Иә жаным, мен де соны ойлап жүрмін, бірақ болары болды ғой, тиім болса пәтерге барайық, қатты сағындым дейді. Қысқасы бұл мені тағы да алдап ұрды. Пәтерге апарып аяғымды аспаннан келтіріп қос құлағыма сырға ілдірді. Мына сырға ілдірді дегені құлағына сырға салу емес, бұл төсектегі әрекеттің бірі. Міне осыдан кейін менің мешітке қашан барамыз деген сұрағым көбейді. Ол болса әне міне деп жүріп алды. Аз қалды ғой, анамның 40-ы өтсінші деп бір соқты. Онан үйіме күрделі жөндеу жұмыстарын бастадым, соны бітірейін деп тағы жүрді. Бірге жөндеп аламыз десем, үйленсек сенің туысқандарың келеді, солардан ұяламын. Жалпы сені үйіме әкелмей жүргенімнің де сыры осы, үйім тозып біткен дейді. Ұзын сөздің қысқасы, бұл жігіт мені шыр айналдырды. Оның арасында ұсақ түйек ақша бар, оны айтпай-ақ қояйын. Мұныңыз енді қыз құлағымен сүйеті дегендей болды да тұрды. Сөйтіп жүргенде тамыз жетіп клиент көбейді. Онан көп өтпей мектеп басталды. Осы 3 айда анау жігітім де бірнеше рет соққан. Оның өз білгені өзінде әлде біреудің соңын аңдып жүр. Реті келсе көзін құртып жіберіп түрмеге кіріп кете салады. Сөзіне қарасам 6 ай свободаға шыққан. Қалай айтсам екен, шыққан деп шыққан емес, келісіммен шығарған. Ол қалай десеңіздер айтайын, түрмеде отырып құпия заказдар алады. Әрине бәрі емес, қолынан келетіндер алады. Сонан соң келісіммен свободаға шығып, тапсырманы орындап түрмесіне қайтып барады. Нәтижесінде өлтірген адам ешқашан табылмайды, қылмыс ашылмайды. Себебі қағаз жүзінде ол адам түрмеде отыр. Мына жақта кім өлтірген, қалай өлтірген деп сіз бен біз аузымыз ашылып отыра береміз, полициямыз іздей береді. Біздің былықбайлар тап осылай өмір сүреді. Бәсекелестен бизнес тартып алу, болмаса жасанды апатқа түсіру, бәрі де осындай жолмен жасалады.
Олардың арасында қомақты ақша жүреді, бір сөзбен айтқанда бәрін ақша шешеді. Ал қылмыскер 6 ай бостандықта жүреді, бірақ бөтен қалада жүреді. Ақшасы төленеді, пәтер мен ішіп жейтіні бәрі төленеді. Осы 6 айда жертваны жан-жақты зерттейді, қолайлы сәтті күтеді. Тапсырманы орындаған күні түрмеге кіріп ізін суытады. Алайда мұндайдың минус тұстары да жетерлік. Мысалға, қылмысы ашылатындай қауіп болса, түрмедегі әлгінің көзін құрта салады. Бұл дегені сенің мына өмірдегі миссияң аяқталды, ғұмырың бітті деген сөз. Әрі қарай несін айта берейін, бір күні ойда жоқта өзімнің жігітім келіп қалды. Айттым ғой, маған анау жігітім де келіп кетіп жүрген. Бірақ онымен арамызда ештеңе бол. Әйтпесе бүгінде ол маған қиыла сөйлеп кипақтап көрді, бірақ болмай дегенімнен әріге бара алмай үнсіз отырды. Ал әріге бара алмағаны, бұл жер оған түрме емес, өзі құпия тапсырмамен келген соң, оның көрсауына мүлдем болмайды. Егер де мен байбалам салып полиция шақырсам, біраз былықтың беті ашылып, біраз адамның басы кетеді. Бұл деген сөз, мұның да басы кетеді деген сөз. Сол үшін бұл жігітім тып-тыныш қана, өзімен өзі жалдамалы пәтерде өмір сүріп жатты. Бірақ мен оның осы қалаға келгеннен ақ, болашақ жертвасының біздің қаладан болатынын әу баста түсінгенмін. Бүгін сол келіп түрмеден мен үшін ақша төлеп шыққанын, мені қатты сағынғанын, бір өзі пәтер жалдап тұратынын, уақытым болса бас сұқсам болатынын айтып отырғанда, үстімізге өштің кіріп келді. Мұның сорақысы сол, бірін-бірі көргенде екеуінің де көздері аларып, түстері суып кетті. Демек, мына жерде бір кәкір бар дегенімше болмады, мені тысқа шақырған жігітім. Бір жерге бара жатқанмын, срочно 3000 теңгедей ақша керек деп алақанын жайды. Бұл не айтса да мен үшін бұйрық болғаны қашан, сезіммен соқыр болғанмын, қолына ұстата салдым. Рахмет саған деген жігітім сол жерде тайып тұрды. Бұрынғыдай құшақтап та отырмады, бетімнен де сүймеді, зым-зия болды. Мен бейбақ сонда ғана көрдім, іштегі жігітім терезеден үңіліп тұр екен. Демек, мына қатыннан біраз нәрсе сұрауым керек, әйтпесе неге түсі бұзылып кетті деп ойладым. Бірақ не сұраймын, неден бастаймын деп отырып, басыма мынандай ой келді. Мен сізді түсінемін, сағынғаныңыз рас болса пәтеріңізді айтыңыз, қолым босағанда бас сұғармын дедім. Құдай қайдан ғана сұрадым десейші, менің әкемнің үйіне қарама-қарсы мекен жайды айтқанда ашып түстім. Себебі білем ғой, келерлер құрбандықтың үйіне жақын жерден пәтер жалдайды. Сөйтіп күндіз түні бақылауға алады. Үйде кім бар, кім жоқ, қашан кіріп шығады, және де қанша адам кіріп шығады, бәрін зерттейді. Сонан соң қолайлы сәтті тауып көзін құртады. Ойбай, тоқташы сен қыз. Саспа енді, бірақ мұқият бол, абайла жаным. Сен енді мына қатынмен связь ұста, басқа жолы жоқ. Өйткені бұл қатын құпия тапсырмамен сенің әкеңе келді. Әйтпесе ол жерде менің әкемнен басқа қолында билігі бар мансапты адам жоқ қой. Сол күні өзімнен өзім үрейленіп қорқып әкемнің үйіне қарай жүйітке жөнелдім. 6 бөлімнің соңы жалғасы бар. Каналға тіркеліп лайк басып пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.